Келесі 16 есеп ұзындығы 13 см, ені 5 см тік төртбұрыштарға қалдықсыз бөлуге болатын квадраттың ең кіші ауданын тапты. Яғни бір қабырғасы А тең болады 13 см. Екінші қабырғасын бұл деген әріппен белгілейік, ол бізде 5 см-ге тең дейді. Енді жалпы квадраттың ауданын табу үшін біз аны квадраттаймыз. Енді осы жерде осы ұзындығы ені бойынша ең кіші ортақ еселігін табамыз. 2 ОЕ. Яғни 5 пен 13-тің. Ол үшін біз 5-ке 13-ті көбейтеміз. Бізде тең болады екен 65-ке. Енді осы квадраттың ауданын табамыз. S тең болады А квадрат, ол тең болады 65-тің квадраты. 65 сантиметрдің квадраты болады. 65-ті 65-ке көбейтсек 4225 сантиметр квадрат шығады екен. Сонда жауабы бізде ауданы болады 4225 сантиметр квадрат. Келесі 17 есеп. Таразының бір табақшасына 3 алма және 3 өрік салынды. Таразыны теңестіру үшін екінші табақшасына 36 кәмпит салынды. Яғни 3 алма қосылған 3 өрік тең болады 36 кәмпитке. Бір алманың массасы тең бір өрік пен 8 кәмпитке тең. Бір өрік қосылған 8 кәмпитке тең екен. Енді бізде бір өріктің массасы неше кәмпиттің массасына тең? Бірінші табамыз. Енді бір алма деп тұр, мына жерде 3 алма деп тұр. Демек 3 бір алманың массасы көбейтеміз, ол бір өрік қосылған 8 кәмпитке тең. Енді плюс 3 өрік дегенде өзін жазамыз, тең болады 36 кәмпит. Енді жақшаны ашамыз. Сонда 3 өрік қосылған 24 кәмпит қосылған 3 өрік тең болады 36-ға. Енді 3 өрікті қоссам 6 өрік болады. Тең болады 36 кәмпит минус 24 кәмпит. Сонда бізде 6 өрік тең болады 12 кәмпитке. Ал енді бір өріктің өзі бір өрік тең болады 12 кәмпитті 2-ге бөлеміз. 6-ға бөлеміз. Сонда бізде тең болады 2 кәмпит. Жауап сонда бір өрігіміз 2 кәмпитке тең. Бұл бізде бірінші сұрақ, Так, бір алманың массасы неше өріктің массасына тең? Бір алманың массасы неше өріктің массасына тең? Енді бізде мынау тұр, Так, енді бізде қарайық. Так, бір өрік ол 2 кәмпит, 2 өрік ол тең болады 4 кәмпит. 3 өрік ол тең болады 6 кәмпит. 4 өрік ол тең болады 8 кәмпит. Енді қараймыз, мына жердегі мына формулаға қараймыз. Яғни бір алма жазамыз. Бір алма тең болады бір өрік қосылған. Мына жердегі 8 кәмпит дегенге біз 4 өрікті жазуымызға болады, плюс 4 өрік. Сонда бір алма тең болады 5 өрікке тең. Мынау екінші сұрақтың жауабы.